Мәшһүр Жүсіп Көпейұл, әулие, ақын, болжаушы. Ол болашақты ғасырдан бұрын көрген. Қазаққа қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман туады деп жазып кеткен. Ұрпақ болашағына алаңдап өтті. 1921 жыл Мәшһүр Жүсіп ауылын жинап, мен 73-ке дейін балталасаң да өлмеймін, бірақ одан кейін сұрасаң да тұрмаймын дейді. Жұрт үнсіз қалды. Мені отырғызып жерлеңдер, денем бұзылмайды. Уақыты келгенде көресіңдер. Ол мазарының орнын да өзі көрсетіп кетті. Жот келеді. Қазақ қырылады. Кейін 70 жыл құдайсыз қоғам орнайды. Содан соң елді ұры қарлар билейді. Айтқаны айдай келді. 1931-1932 жылдары халық ашаршылықтан қырылды. Кеңестік жүйе рухты езді, дінді тұншықтырды. Көп ұлт өкілі қуғын сүргінге ұшырады. Мәшһүр Жүсіп көрмей кеткен қайғыны ұрпағы кешті. Бірақ қара түнектен кейін жарық таң атады. Таң атып келеді. Аспан ағарып, нұр шашты. Қазақ даласы гүлденді. Балалар шат-шадыман, қарттар кітап парақтап өткенді еске алады. Қолында Мәшһүр Жүсіптің өлеңдері, өсиет орындалып келеді. Мәшһүр Жүсіп көрген заман, бүгінгі біздің үмітіміз. Әулиенің аманатын естен шығармайық.